Сәлем достар! Бүгін сіздермен үй жағдайында өсірілетін алоэ өсімдігінің пайдасы туралы айтатын боламыз. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонау есте жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал-тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда әлде қайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Бірақ біздің айтқымыз келгені бұл емес еді. Сіздің үйіңіздің терезесінде алоэ аталатын кереметтей өсімдік өсіп тұр ма? Егер жоқ болса, өте өкінішті. Осы жазбадан кейін алоэны өсіретін боласыз. Ол сізді өзінің жасыл көйлегімен ғана емес, шипалы қасиеттерімен де қуантатын болады. Жер бетінде алоэның 300-ден астам түрі бар, және оның әрбірінің өзіндік қасиеттері бар. Мәселен, бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға қарсы тұра алады. Алоэ өте қарапайым, оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті. Оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, бұталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп кете береді. Сіз білесіз бе, айдай әлемге танымалы Клеопатра ханшайымның өзі алоэдан жасалған кремді жаққан екен. Дәрігер Диоксид алоэ жараларды емдеп ұйқыны тыныштандырады деп жазып кеткен. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді, алоэ да көміртегіні жұтып, оттегі шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ екі қабат әйелдер, бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымында ауыртпашылығы бар адамдарға да алоэға жақындауға кеңес берілмейді. Алоэны қандай жағдайда қолдануға болады? Сол жайлы айта кететін боламыз. Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стақан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосасыз. Мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэны қойып, дәкемен таңып тастау керек. Және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасайды. Ол үшін алоэның 1 ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып, 15-20 минут ұстағаныңыз дұрыс. Жылы сумен шайып тастайсыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырап, сұлулана түседі. Ал иммунитетіңізді көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стақанға дәкені немесе мәрліні аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол мәрлінің бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стақанға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз.
яғни ол 1-1 тең болу керек. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 аптаға жетеді. Егер сіз суық тигізіп алған болсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсыну кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Ал косметологияда алоэ қалай қолданылады? Косметологияда бұл өсімдіктің жапырақтарын псориаз, безеу, дерматит және тағы басқа тері ауруларын емдеу үшін пайдаланады. Алоэ шырыны терідегі ұсақ тесіктерді тазартып, теріні ылғалдандырады. Тіндерге терең ену арқылы метаболизмді жақсартып, жасушалардың қалпына келуін ынталандырады. Өздеріңіз білетіндей, қартайған сайын тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады. Алоэның құрамындағы микроэлементтер теріні ұзақ уақыт әжімсіз сақтауға көмектеседі. Алоэның басқа да көптеген пайдасы бар. Олар иммундық жүйені нығайтады, тұмауды емдейді, ас қорытуды қалпына келтіреді, организмнен токсиндерді шығарады, шаштың тез өсуіне ықпал етеді, ауыз қуысы ауруларын емдейді, ультрафиолет сәулелерінен қорғайды. 100 жылдық шырыны гипоаллергенді болып табылады, сондықтан оны теріге алаңдамай жаға беруге болады. Бірақ дәрі ретінде ішу кезінде жүкті әйелдерге, гипертониялық науқастарға, жүрек тамыр аурулары бар адамдарға қабылдауға кеңес берілмейді. Мінекей достар, алоэның бойында соншама үлкен дәріхана жасап алуға болатындай пайдасы мол екен. Ішке қабылдау алдында дәрігеріңізбен кеңесіп, содан кейін ғана қабылдаңыздар. Егер алоэ туралы айтылған кеңестер, пайдалы ақпараттар көңіліңізден шыққан болса, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге болған плюс бәріне керек арнасы.